Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, керемет пиццаның рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші бізге қамырын жасау керек. Қамырын жасау үшін алдын ала керек заттарымызды дайындап қоямыз. Жылы су керек. Жылы суға тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды салып, апара жасап қоямыз. Барлығын осылай араластырамыз. Ашытқымызды да саламыз. Апарамызды 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бетін пищевой пленкамен немесе осылай пакетпен жапсаңыздар да болады. Біздің апарамыз дайын. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, одан кейін ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қасықпен араластырып аламыз, одан кейін қолмен илейміз. Ұнды шетінен қосып отырамыз. Қамырымыз дайын болды. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болу керек. Бұл менде 2 пиццаның қамыры. Қамырымызды жылы жерге 40 минуттай қоямыз. Көтерілу керек. Бетін жауып қоямыз тағы да. Достар, қамырымыз енді ашыды, көтерілді. Енді керек қамырымызды алып бастаймыз. Қолымызды ең бірінші сұйық маймен майлап аламыз. Осылай, одан кейін керек қамырымызды аламыз. Осылай жаямыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады, қолмен жайсаңыздар да болады. Егер противеннің жай өзіне пісіретін болсаңыздар, майлау керек. Ал егер противеннің үстіне пергамент қағазын қоятын болсаңыздар, онда майлаудың қажеті жоқ. Осылай барлық шетін бірдей етіп жайып шығамыз. Одан кейін, достар, үстіне кетчуп майонезімізді жағып шығамыз. Егер кетчуп болмаса, томатпен орнына томат жағса болады. Осылай жағып шығамыз барлық шетіне бірдей. Үстіне қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Бұрыш, қызанақ, піскен картоп қойсаңыздар да болады. Мен колбасаны ғана қойдым, ірімшік екеуін ғана. Осылай әдемі қалауларыңыз бойынша әдемілейсіздер. Тағы да үстіне ірімшігімізді, сырымызды саламыз. Дайын болған пиццамыздың қамырын осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут, 30 минут піседі. Пиццамыз пісті. Қараңыздар, достар, өте жұмсақ, әдемі, керемет болып пісті. Жасап көріңіздер. Бір пісіргеннен өте дәмді болып шығатын пицца. Қамыры өте нәзік, жұп-жұмсақ. Достар, егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ас болсын.